Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бұл жағдай қандай болды дейсіз бе? Онда видеоны соңына дейін көріңіз. Ташкент поликлиникаларының біріне анализ тапсырған еркек анализдің жауабын естіп таң қалды. Мырза Ұлықбек ауданында жасайтын бір еркек анализ тапсыру үшін қан мен сүйдік тапсырды. Анализдердің жауабын білуге келгенде оған жүктілігін айтты. Бірінші берген сұрағым осы болды. Кімнен? Әйелімнен бе? Регистратурада отырғандар болса, басымызды қатырмаң, деп жауап берді. Мен оларға анализдерді қайтадан тексеріп көруін айттым. Анализдер алмасып қалған болуы, немесе фамилиям алмасқан болуы мүмкін екенін оларға түсіндірдім. Жалпы алғанда, еркекке жүктілігін айтқанда ол шошып кетпейді. Ол медбикелер мен әзілдеседі. Ол, мүмкін хаккерлер компьютер тізімін бұзып кірген шығар деген жауабына медбикелер, сіз адасып басқа біреудің анализін алып келгенсіз, деп жауап береді. Оқиға жоғалып қалған анализ нәтижелерінің табылуымен аяқталады. Белгілі болғандай, медбикелердің бірі анализ жауаптарын жүкті әйелдің анализ жауаптарымен алмастырып қойғаны белгілі болды. Аурухана қызметкерлері де бұл жағдай қандай болғанын өздері де түсінбей қалды. Әрине, нәтижелердің алмасуы қайғылы жағдай емес, күлкілі жағдай болды.